Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Бүгін бізде ағылшынша сөздер және фразалар жаттау сабағының екінші сабағы және біздің тақырып Things that we do at the office. Яғни сіз уже азанда тұрдыңыз, оның барлығын айта аласыз, чайыңызды іштіңіз, суыңызды іштіңіз, уже киіндіңізді, жұмысқа кеттіңіз. Жұмыста именно офисте жұмыс жасайтын мұғалім болса да, доктор болса да, барлығының жұмысы ол компьютерден басталады. Сондықтан енді сіздің бүгін жұмыста жасайтын нәрселеріңізді ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Кеттік. Мен сіздерге не үшін фразаларды жаттатып жатырмын? Себебі фразаны жаттаған кезде сіздер оны өміріңізде қолдана аласыздар, сонымен қатар бас қатырып жүрмейсіздер. Тазалау, мысалы тіс тазалау, brush your teeth. Сіз ойлауыңыз мүмкін, clean бола ма деп. Потому что clean деген тоже тазалау. Бірақ тіс жуу керек бізге. Сол үшін brush your teeth. Яғни осындай фразаларды жаттап қана қоймай, міндетті түрде комментарийге сөйлем құрап үйреніңіздер. Себебі сөйлем құраған кезде миыңызға уже информация барады. Значит, мен бұл сөзді қолдана аламын. Себебі күнделікті өмірімде қолданамын деген сияқты. Жарайды ма? Бізде барлығы 15 сөз болады бүгін, және бірінші сөз turn on немесе turn off a computer. Егер turn on a computer десеңіз, компьютерді қосу. Turn off a computer десеңіз, компьютерді өшіру. Мысалы, Марал turned on the computer, but nothing happened. Марал компьютерді қосты, бірақ ештеңе болмады. Яғни ештеңе қосылмады. Менімен бірге бір қайталаңыз. Марал turned on the computer, but nothing happened. Send an email. Электронды хат жіберу. Send an email. Мысалы, I accidentally sent an email to the wrong person. Мен байқаусызда хатты басқа біреуге жіберіп қойдым. Accidentally, байқаусызда. Send an email, электронды хат жіберу. Wrong person, қате адамға, яғни басқа біреуге. Сөйлем тағы бір оқиын. I accidentally sent an email to the wrong person. Send an email, электронды хат жіберу. Make a phone call. Make a phone call. Телефонмен хабарласу. Негізі тура мағынасы звонок жасау. Яғни біреуге звондау, хабарласу. I must make a very important phone call. Маған өте маңызды звонок жасау керек. Маған өте маңызды біреуге хабарласу керек. Егер звонок деген сөздің қазақша баламасын нақты білетін болсаңыз, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Себебі біз өмірде хабарласамын деп айтпаймыз, звондаймын деп айтамыз ғой. Сол үшін мен өмірдегідей аударып жатырмын. Make a photocopy. Make a photocopy. Көшірме, яғни ксерокс жасау. Мысалы, could you make a photocopy of this paper, please? Маған осы парақтың көшірмесін жасап бере аласың ба? Пожалуйста, өтінем. Make a photocopy. Ксерокс жасау. Print out a document. Құжатты басып шығару. Распечатка жасау. Print out a document. Принтер деген сөзбен қатыстырып жаттасаңыздар болады. Print out. Мысалы, I will print out these documents if you need them. Мен мына құжаттарды басып шығарайын, егер саған қажет болса. Print out a document. Құжатты басып шығару. Make a presentation. Make a presentation. Презентация жасау. Мысалы, you should make a good presentation. Саған жақсы презентация жасаған жөн. You should make a good presentation.
make a presentation, презентация жасау. Сонымен қатар, егер видео сіздерге ұнап жатса, сөздер жаттап жүрсеңіз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Have a meeting. Have a meeting. Жиналыс жасау, немесе кездесу ұйымдастыру. Мысалы, let's have a meeting to discuss these problems. Қане, осы проблемаларды талқылау үшін жиналыс жасайық. Have a meeting. Жиналыс жасау. Finish a project. Жобаны аяқтау, яғни проектті аяқтау. We finished the project on time. Біз жобаны уақытында бітірдік. On time, уақытында. Finish a project. Жобаны аяқтау. Have a break. Have a break. Үзіліс жасау. Мысалы, we have a coffee break at 11 a.m. Таңғы 11-де біз кофе ішуге үзіліс жасаймыз. A.m. деген таңғы уақыт. Yeah? Have a break, үзіліс жасау. Be out to lunch. Түскі асқа шығу. Война войной, обед по расписанию деген сияқты обедке шығу. Be out to lunch. Мысалы, my colleagues and I will be out to lunch at 1 p.m. tomorrow. Ертең мен әріптестеріммен сағат 1-де түскі асқа шығамын. Be out to lunch. Түскі асқа шығу. Have a chat with your colleagues. Әріптестермен әңгімелесу. Суретте кішкене өсек айту сияқты болып кетіпті, негізі әңгімелесу. Have a chat with your colleagues. I'm going to have a chat with my colleagues. Мен әріптестермен әңгімелесейін деп жатырмын. Не істедіңдер кеше? Деген сияқты басталатын әңгіме ғой. Have a chat with your colleagues. Meet clients. Тұтынушылармен жолығу, яғни встречать клиентов. Meet clients. Мысалы, I'm meeting my clients in a few minutes. Кішкене уақыттан кейін мен клиенттеріммен жолығамын. Meet clients. Тұтынушылармен жолығу. Communicate with customers. Communicate with customers. Клиенттермен, яғни тұтынушылармен сөйлесу. Мысалы, one of his duties is to communicate with customers. Клиенттермен сөйлесу оның міндеттерінің бірі. Communicate with customers. Handle complaints. Handle complaints. Шағымдарды қарау. Рассматривать жалобы. The company has a system to handle customer complaints. Компанияда шағымдарды қарайтын арнайы система, яғни жүйе бар. Handle complaints. Шағымдарды қарау. Troubleshoot problems. Проблемаларды шешу. Разрешать проблемы. Troubleshoot problems. You must do your best in order to troubleshoot this problem. Бұл проблеманы шешу үшін сен барыңды салуың керек. Troubleshoot problems. Проблемаларды шешу. Фразаларды жаттап қана қоймай, міндетті түрде комментарийге осы сөздермен бірге сөйлем құрауды ұмытпаңыздар. Ал енді сіздерде диктант.
бағанағы өткен 15 сөздердің барлығын рет-ретімен комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Бұл сіздің біліміңізді тұрақтандыру мақсатында қажет болады. Ең бірінші сөз шағымдарды қарау. 2. Әріптестермен әңгімелесу. 3. Клиенттермен жүздесу немесе кездесу. 4. Проблемаларды шешу. 5. Обедке шығу. 6. Компьютерді қосу, өшіру. 7. Презентация жасау. 8. Жиналыс жасау. 9. Жобаны бітіру немесе аяқтау. 10. Үзіліс жасау. 11. Электронды хат жіберу. 12. Хабарласу немесе біреуге звонок жасау. 13. Ксерокс жасау. 14. Распечатка жасау. 15. Клиенттермен сөйлесу. Міне осы 15 сөзді міндетті түрде комментарийге жазып шығыңыз, сол кезде миыңызда, есіңізде осы сөздердің барлығы қалады. Сонымен қатар, берілген 15 сөзбен сөйлем құрауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, міндетті түрде осы болған сөздердің барлығымен комментарийге сөйлем құрауды ұмытпаңыздар. Және сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye.